Сәлем достар. Бүгінгі кинотайымда 2019 жылы жарық көрген Фурия фильмі. Хайфонг Вьетнамның шағын қалашығында коллектор болып жұмыс істейді. Біреу қарызын қайтарудан бас тартса, ол күш қолданады. Бірақ кейде қашуға тура келеді. Мысалы, шошқа фермасының иесі оны бөлшектеп тастағысы келгенде. Семіз әйел кредитор Хайфонгты үнемі мазақ етеді. Бірақ әйел оған шыдауға мәжбүр. Себебі басқа жұмыс табу қиын, ол тек жұдырықтасуды біледі. Жергілікті халық оның бұл жаққа қайдан келгенін, әрі жанына кішкентай баласын ертіп жүргенін түсіне алмайды. Да она сучка. У таких нет мужей. Не говори так. Жергілікті балалар Хайфонгтың қызын ренжітеді. Оны арам тұқым, ұры деп атайды. Қыз анасының адамдарды үнемі ұрып соғып жүретінен ұялады. Олар өзен ортасындағы лашықта тұрады, әрі жеке кәсіп балық фермасын ашуды армандайды. Хайфонг үй шаруасына осал күріші күйіп кетеді. Ал шошқа етін алдын ала дайындамағандықтан тамақты Мэйдің өзі әзірлеуіне тура келеді. Кешке үйлеріне бір мас адам терезені тепкілеп, ішке кіруге тырысады. Ол Хайфонг аяқ қолын сындырып тастаған ағасы үшін кек алмақ. Ер адам ештеңе істей алмай кетеді, бірақ қайтып келіп, олардың үйін өртеп жіберемін деп қорқытады. Қыз анасын ашуландырмай шындықты айтады. Оны әкесіз өскені және анасы коллектор болғаны үшін үнемі ұрады. Қыз мектептен гөрі анасы жұмыс істесе екен деп ойлайды. Хайфонг ескі отбасылық суретті және анасының сырғаларын сақтайды. Сайгонда ол қылмыстық топ үшін жұмыс істеп, түнгі клубта тәртіпке жауапты болған, бірақ Мэйге аяғы ауыр болғанда ауылға қашып кеткен. Хайфонг қызын қолдап, балық фермасын бастауға ақша табу үшін сырғаларын ломбардқа салмақ болады. Сол кезде Мэй көмекке шақырады. Әйелдер Мэйді ұрлық жасады деп айыптайды, өйткені оның қолында бөтеннің әмияны тұр еді. Где ты взяла его? Я его с земли подняла. Как удобно вышло для тебя. Тағы бір әйел жүгіріп келіп, әмиянның өзінікі екенін мәлімдеді. Жиналғандар Мэйге жабылып, оның қалталарын сыртқа шығаруын талап етті. Бәлкім ол біреуді тағы тонап қойған шығар деген күдік болды. Мэй ренжіп қашып кетті, себебі анасы жұртқа сеніп, қызына сенбей қалды. Сол арада әмияның шын иесі табылды, оны мас адам жай ғана түсіріп алыпты. Демек, Мэй ештеңе ұрламаған. Хайфонг сырғаларын ломбардқа салу керек пе, жоқ па деп ойланып тұрған кезде, белгісіз біреулер Мэйді ұстап әкетті. Екі қарақшы Хайфонгты тоқтатуға тырысып, мүмкін болса денесінен бір бөлігін кесіп алмақ болды. Көмекке тағы да екі бұзақы келді. Хайфонг олардың бірін дуриянмен ұрып есінен тандырды. Әйел өзенге жете бере, Мэйді моторлы қайыққа лақтырып жатқанын көрді. Анасы суға секіріп, қайыққа жармасты. Бірақ бандит ескекпен бетіне аямай ұрып, баламен бірге қашып кетті. Хайфонг берілмеді, ол мотоциклді айдап әкетіп, өзен бойымен қуып жөнелді. Простите. Бір сәтте Мэй орманда адасып, жолай көше кафесінің арасынан өтіп кетті. Одан кейін оны қуып жеткен бандитпен соқтығысады. Ер адам қолындағы пышағын, кесетін қаруын сермеп жүріп, ақыры ағашқа соғылып жараланады. Бірақ ең бастысы, ол мотоциклден құлаған Хайфонгты ұстап үлгереді. Әйел оны суда тұншықтыру үшін тор көз жасағысы келеді, бірақ өзі соққы алып қалады. Сол кезде Хайфонг су өсімдіктермен қылмыскердің мойнын орап, тұншықтырып өлтіреді. Қайғыдан қан жұтқан ана жол бойындағы адамдардан қызын көрді ме деп сұрайды. Көп ұзамай Хайфонг жағалауда қалдырылған қайықты, артынша Мэйді ұрлағандар мінген шағын автобусты байқайды. Тұрғындар автобустың Сайгон бағытына кеткенін айтады. Хайфонг жолдағы көліктерді тоқтатуға тырысқанымен ешкім іркіліп тоқтамайды. Ақыры ол рұқсатсыз жүк көлігіне отырып алады. Вот настырная и крепкая. Ладно, пускай. Кешке Хайфонг Сайгонға жетеді. Әйел бірден бұрын жұмыс істеген клубына барады. Ол кезде оның бастығы болып жүрген адам бұрын қара жұмысын істеген, енді басшыға айналған. Бұрынғы әріптесі Хайфонгқа көмектесуден бас тартады. Содан кейін әйел полиция бөлімшесіне барады, бірақ мұнда да оған тез арада көмектеспейтінін бірден түсінеді. Помедленнее. Нельзя ошибаться в деталях, а то найдем не того. Хайфонг баяу қимылдайтын полицейден ауырсынуды басатын дәрі сұрайды. Ол бөлмеде жалғыз қалған сәтте кабинетті ақтара бастайды. Соңғы уақытта көптеген балалар жоғалып жатыр. Оларды ұрлап, органдарын алу үшін өлтіреді деген қауесет бар. Құжаттарды қарастырып отырып, Хайфонг күдікті бандиттер туралы досьені тауып алады. Ол қағаздарды қолына ұстап, бөлімшеден қашып шығады. Бұл іспен капитан Лонг айналысады. Ол тағы бір баласын іздеп жүрген ананы ұстап үлгермей қалады. Хайфонг жаман атағымен танылған ауданға барып, қажет мекен жайды іздейді. Қарт әйел оны үйіне кіргізуден бас тартып, олы Драк бұл жерде көптен бері тұрмайтынын айтады. Жігіт отвертка ұстап, ештеңе білмейтінін мәлімдейді. Ол банданы тастап кеткенін айтады. Пошла прочь. Мама!
Драк анасын көзінше әйелді балғамен ұрып өлтірмек болды, бірақ Хайфонг қарсыласа бастайды. Көп ұзамай балға Хайфонгтың қолына тиеді, алайда Драк оны темір шынжыр не бір темір аспаппен қылқындыра бастайды. Хайфонг босап шығып, жанталаса қарсы тұрады. Қатыгез төбелес жалғасады. Хайфонг та қатты жарақат алады. Қарт анасы ұлына көмектесіп, Хайфонгтың арқасынан темір құралмен ұрады. Ақырында әйел темір тетікті Драктың мойнына тіреп, егер қызының қайда екенін айтпаса, өлтіретінін ескертеді. Жігіт қорқып беріледі. Ол Хайфонгқа небәрі бірнеше сағаты қалғанын айтады. Бандиттер жүк көліктерінің ішінде жылжымалы операция жасайтын орындар орнатқан. Хайфонг дүкенді табуы керек, қасында 5 литрлік канистра ілініп тұрады. Әйел сол орынды тауып, сатушыны есінен тандырады. Тар көшелермен ілгерілей жүріп, Хайфонг бандиттерді бір-бірлеп құлатып отырады. Куда идешь? Бөлмелердің бірінде Хайфонг балалардың киімдерін, қанды төсенішті және хирургиялық құралдарды көреді. Бұл жерде жақында сұмдық операция жасалғаны анық. Заттардың арасында оның қызының сандалі жатыр. Осының бәріне жиіркенішті бандит әйел Тансой басшылық етеді. Оның жендеттері қолдарына балта алып, Хайфонгқа шабуыл жасайды. Көршілес бөлмеде 5 бала қамалған, олардың ішінде Мэй де бар. Хайфонг шабуылдаушыларды жеңіп, бастығынан қызын босатуды талап етеді. Бірақ Тансой ашуға мініп, бәрін өз қолымен шешпек болады. Менің бизнесіме кім кедергі болмақ деп, ашулы анамен өзі айқасуға бел буады. Хайфонгты есінен тандырған соң Тансой сыбайласына хабарласып, балалар отырғызылатын пойыздың нөмірін айтады. Хайфонгты өзенге лақтырып жібереді. Суға батып бара жатып, Хайфонг әкесінің бала кезден оны жекпе-жек өнеріне үйреткен сәттерін есіне алады да, есін жиып қалады. Оның қолдары тізілген шынжырмен кісенделген. Ол су бетіне шығуға тырысады, бірақ еңсере алмайды. Өлім аузында тұрған кезде көз алдына кішкентай қызын елестетеді. Бірақ кенет Хайфонг есін жинап, өзін ауруханада көреді. Сколько я уже здесь нахожусь? Пару месяцев. Нет, пару часов. Оны капитан Лонг құтқарып қалған, ол жұмбақ әйелдің ізіне түсіп жүрген еді. Капитан Хайфонгтың 10 жыл бұрын түнгі клубты өртеп жібергенін жақсы біледі. Енді ол бұл істі полицияға қалдыруды талап етеді. Алайда олар барған ғимараттан ни балаларды, ни бандиттерді таба алмады. Хайфонг полицияға сенуге болмайтынын түсінеді. Егер өзі әрекет етпесе, қызын тірідей ішін ақтарып тастайды. Хайфонгтың басынан кешкенін естіген медбике оған көмектесуге келіседі. Ол телехикаяларды көп көреді екен, сондықтан тосын ұсыныс жасайды. Әйел өзін медбикенің кепілге алған адамы ретінде көрсетсін. Почему так много копов? Стоять! Я не так это себе представляла. Я пошла назад. Нет, стоять! Назад! Помогите, скажите сыновьям. Я их очень люблю. Медбике пациентті ауруханадан алысқа апарып, оған сәттілік тілейді. Хайфонгтың басқа амалы қалмай, ол бауырынан көмек сұрайды. Олардың отбасы бәрі де сыйлы болған, бірақ Хайфонг бандитпен араласқан үшін әкесі оны кешірмеген. Ашу мен ренішке толы бауыры да көмек көрсетпек емес. Мэй похитили. Из-за тебя такие, как ты, должны умереть. Хайфонг өзінің қателескенін мойындап, бандиттермен араласуға болмайтынын түсінеді. Бірақ Мэй пайда болған сәттен бастап ол өзгереді. Қажет болса, қызын қорғау үшін Хайфонг бандыны жалғыз өзі жоя алады. Көшеде Хайфонг көз жасын тыя алмай жылайды, ал бауыры жағымсыз иіс шығаратын таяқшаларды банан салынған табаққа жақын тұтатады. Лонг әйелді тауып, оған Тансой бандысының тек Вьетнамда ғана емес, көршілес елдерде де балаларды сататынын айтып береді. Бірақ полицияда оларды қолға түсіру үшін жеткілікті дәлелдер жоқ. Не пара кулеров с органами или пара похищений. Этого недостаточно. Тек Хайфонг қана ұрланған балалар отырған пойыздың нөмірін біледі. Ол тергеушімен бірге темір жол станциясына жетеді. Хайфонг қажетті пойызды табады. Содан кейін Лонг оған жеке әрекет жасауға тыйым салады, бірақ әйел күтуге ниеттенбейді, пойыз қазірдің өзінде қозғалып кеткен. Хайфонг пойызға секіріп кіріп, вагондарды тексере бастайды. Бандит пен оның серігі әйелге шабуыл жасайды. Бақытымызға орай, Лонг оны жалғыз қалдырмай, пойызға секіріп кіреді. Ол алғашқы қылмыскерлер тобын жеңуге көмектесіп, оларды қолына қалады. Келесі вагонға көшу тек төбеден ғана мүмкін болады. Хайфонг құлап, бандиттердің назарын аударады. Шестерка оны тексеруге жіберіледі. Қысқа шайқастан кейін, Хайфонг вагон ішіне кіре алады. Вагонда оны бұрынғы танысы ұрып соға бастайды. Хайфонг өздігінен босап шығып, қылмыскерлерге қарсы шабуыл жасайды. Лонг қайтадан көмектесіп, Хайфонгқа іздеуді жалғастыруға мүмкіндік береді. Бір шақырымнан кейін бандиттер балалар отырған вагондарды бөліп, оларға хирургиялық операция жүргізу үшін беру ниетінде. Хайфонг бұған кедергі жасап, тағы да Тансоймен кездеседі. Алайда вагондар бөлініп, олар басқа жаққа кеткен. Сол себептен Лонг енді Хайфонгқа көмектесе алмайды.
Бірақ ол өз бетінше жақсы әрекет етіп жатыр, әзірге ғана. Тансой тез арада есін жинап қарсыласына нокаут жасайды. Хайфонг әкесінің үйреткенін еске алып қайта тұрады. Бандиттер дұрыс баланы ұрлаған жоқ екен. Үшінші кезең салыстырмалы түрде тең өтті, сондықтан Тансой пышақты қолдануға бел буды. Бірақ бұл шешім оған қарсы айналды. Хайфонг қарсыласының денесін аяқтан басына дейін кесіп, соңында пышақты мойнына қадалады. Әйел ақыры қызын табады. Я не крала кошелек. Ты веришь мне? Я верю тебе. Лон қосымша күш шақырады. Оларға әлі де бөлек вагондарда ұсталып жатқан балаларды құтқару қажет болады. Бірақ әзірге бұл міндет Хайфонгтың мойнында. Ол қызын тағы да торға қамап, соңғы бандиттер тобына шабуыл жасайды. Бұл қылмыскерлер қарумен жарақталған еді, бірақ бұл оларға көмектеспеді. Керісінше, Хайфонг барлығын атып тастайды. Тек біреуін қалдырды. Қырқысыз, сақалы жоқ қылмыскер Хайфонгқа оқ атқанымен оны өлтіруге дайындалып отыр еді. Бірақ сол сәтте Лонг жетіп, бандитті жояды. Полиция барлық балаларды вагондардан шығарып алады, ал Мэй анасын құшақтап тұр. Жаңалықтарда сол күні 20 бала құтқарылғаны және 12 қылмыскер ұсталғаны хабарланады. Осының бәрі Хайфонгтың арқасында, оның қызы да ұрланған болатын. Енді ауылдағы барлық балалар Мэйге құрмет көрсетеді, өйткені енді оның анасы тек қарыз жинаушы емес, нағыз батыр. Хайфонг қызына жекпе-жек өнерін үйретуге уәде береді. Осымен шолуымыз аяқталды. Фильмнен алған әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Және біздің арнамызда қай қаладан қарайтындарыңызды жаза кетіңіздер. Біздің арнамыздағы шолуларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыздар. Келесі кинотаймда кездескенше аман болайық.